Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, сіздермен өте керемет супер техникамен бөліскелі отырмын. Бұл техника ақша шақыру техникасы. Бұны кімдерге жасауға болады? Бұны барлық адамдарға жасауға болады. Өзінің бизнесі бар, жұмысы бар, қосымша жұмыстары бар, немесе жұмысы жоқ кәдімгі адамдарға да жасауға болады. Сіздерге дәлірек айтқанда, ешқандай еш жерден ақша келмей қалған жағдайда бұл ақша потогын жақсы ашады. Бұны әр айдың растущая лунада жасасаңыз да болады, немесе бір кезек жасап қойсаңыз да бұның эффекті өте керемет. Бұда шектеу жоқ, әр айда жасасаңыз да болады. Главный тек растущая лунада жасау керек. Растущая лунаның любой 3 күнде жасауға болады. Растущая луна дегеніміз ол өсіп келе жатырған ай. Ол үшін бізге любой стакан керек, немесе кесе, любой ыдыс керек. И краннан болсын, басқадан болсын любой су құйып аласыз. Суды толтырып алуыңыз керек. Тек газированный су болмайды бұндай жағдайда, газированный су жарамайды. Мен осындай стакан алдым, суды толтырып алдым осылай. Суды толтырып алдым. Бұлай қоюға болмайды достар. Суды құйып алған бойдан осылай ұстап тұрамыз. Любой қолыңызға, сол қол болсын, оң қол болсын, значение не имеет. Осыны ұстап, аузыңызға жақындатып, дауыстап 12 рет дұғаны оқисыз. Дұғаны оқисыз. Әр дұғаны оқып болғаннан кейін, 12 рет дұғаны оқисыз. Оқып болғаннан кейін әмин деген сөзді айтып, өз проблемаңызды, финансовый проблемаңызды, кредитімнен құтылғаймын, немесе қарызымнан құтылғаймын, ақша келгей, қиыншылықтардан құтылғаймын деп өзіңіз проблемаңызды дауыстап айтасыз. Проблемаңызды дауыстап айтасыз. Одан кейін осы толып тұрған суды 3 бөліп ішуіңіз керек. 3 бөліп ішкенде бұны қалайда таусуыңыз керек. Пустой қылып стаканда ішіп қоясыз. Бұндай кезде спиртной зат ішуге болмайды. Ешқандай спиртной, сосын женские дни бұл техниканы жасауға болмайды достар. Осыдан кейін эффектін көресіз достар. Сізге ақша потогын жақсы ашады. Жасап көріңдер достар. Бірақ растущая лунада жасайтын ұмытпаңыздар. Сәттілік достар.